Бүгіннің ролигі біз демалыста отбасымызбен кітап оқимыз. Кәне, кім қандай кітап оқып отыр? Мен Абайдың «Сенде бір кірпіш дүниеге келген» деген кітабын оқып отырмын. Молодец. Зерете, сен қандай кітап оқып Мен отырсың? Абай Құнанбаевтың «Қара сөздерін» оқып отырмын. Сен не оқып отырсың, Денислам? Әліппе. Молодец. Жарайсың. Айша, сен қандай кітап оқып Мен отырсың? жануарлар туралы ертегі деген кітапты оқып отырмын. Енді соның үшін бізге бір ертегі оқып берші. Торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі егін егіпті. Тышқан жерді аяғымен қазып, торғай тұмсығымен шоқып, дән сеуіпті. Егін өте жақсы шығады. Торғай мен тышқан биік өскен бидайды жинап алып, тең бөлісе бастайды. Бір бидай артылып қалады. Соны қайсысы аларын білмей, ақыры жанжал басталады. Торғай тұмсығымен жоқып, тышқан тырнағымен тырналап, бір мөрімен ұзақ төбелеседі. Маңайында аражал. Енді Зере, сен жаңа қай қара сөзін оқып отырсың? Мен Абай Құнанбаевтың бірінші қара сөзін оқып отырмын. Қысқаша оқып берші. Бұл жасқа келгенше жақсы көрдік жаман көрдік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрін байлаусыздың көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайран. Жарайсың. Асыл, сен қандай өлең оқып отырсың? Мен Абай Құнанбаевтың өлеңін оқып отырмын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен ғашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік бақтаншақ, еріншек бекер мал шаппақ. 5 дұшпаннан білесіңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. 5 асыл іс көрсеңіз, жамандық көрсен нәсірлікті, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсен ғибратты, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасан да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп айтпа ғылым дүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сүйінсеңіз, дүниеде өз малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз, білгендердің сөзі не, махаббатпен ерсеңіз, ақыл сенбеңіз, бір іске келсеңіз. Ал Сезім, сен қандай оқып отырсың? Кішкентай тас пен құмырсқа, е? Енді осы челленджімізді біз Шырай Қонысбек қызына табыстаймыз. Демалыста отбасымен бірге оқу челленджіні бастаймыз. Қанекей Марал, сен не туралы оқып отырсың? Мен әдебиеттік оқу кітабынан «Тілегіміз бейбіт күн» деген тақпақты қазір оқып беремін. Сары, ақбыз қарамыз, бәріміз де баламыз, бір қалада тұрамыз, бір мектепке барамыз. Ақ қара деп бөлмейміз, бір жыл тұрған төлдейміз, туысқанбыз, татумыз, биіктерге өрлейміз. Біз балдырған тен басқан, дос құшағын елге ашқан. Тілегіміз бейбіт күн, ашық болсын кен аспан. Жарайсың, өте жақсы. Омар, сен не туралы оқып отырсың? Мен адамдық борышым туралы өлең оқып отырмын. Адамдық борышым халқына еңбек қыл, ал жолдан айнымай асақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақылды. Алик, қанекей, мен сендерге Қазақстанда қандай таулар бар екенін оқып берейін. Қазақстанда Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау, Алтай, Жетісу, Алатау, Тянь-Шань таулары бар. Сарыарқа орталық Қазақстанда орналасқан. Сарыарқада ұсақ, шоқылы, аласа таулар бар. Орташа биіктігі 500-600 метр. Сарыарқаның ең биік нүктесі Ақсораң. Ақсораңның биіктігі 1565 метр. Мұғалжар аса биік емес, тастақ таулар тізбегі. Ең биік нүктесі Боқтыбай тауы, биіктігі 657 метр. Біз отбасымен оқу челленджіні Бақтығұл Ғалымнаның отбасына жолдаймыз.